Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен жай бөлшектерді қосу және азайтуды толық үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Жалпы, жай бөлшектерді қосып азайту үшін біз бірінші кезекте бөлшектердің бөліміне назар аударуымыз керек. Соған байланысты бізде екі түрлі бөлшектер кездесуі мүмкін. Бөлімдері бірдей, немесе бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу немесе азайтуымыз керек болады. Бұл екі жағдайдың әрқайсына мысалдармен толық қарастырайық. Ал бастайық. Бірінші жағдай бөлімдері бірдей бөлшектер. Оларды алдымен қосуын қарастыратын болсақ, сіздер бөлшектердің бөлімдері бірдей болатын болса, сол бөлшектің бөлімін оны ортақ бөлім ретінде жазып, алымдарын өзара қосасыздар. Сонымен бізде шыққан нәтиже 7-ден 3 болды. Келесі мысал. Ортақ бөлім 12, алымдарын қосамыз. Нәтиже 12-ден 6 болды. Алайда бұл әлі толыққанды жауапқа саналмайды, өйткені біз бұл бөлшекті қысқартуымыз керек. 12 мен 6 өзара бір-біріне бөлінеді, сонда 6-ны 6-ға бөлсем 1, 12-ні 6-ға бөлсем 2. Енді есеп аяқталды. Келесі, ортақ бөлім 13, алымдарын қосамыз. Нәтиже 13-тен 14 болды. Бұл да әлі толыққанды жауап емес, өйткені бұрыс бөлшекті біз жауап ретінде қалдыра алмаймыз. Оны міндетті түрде аралас сан түрінде жазып қоюымыз керек. 13 14-тің ішінде бір-ақ рет кездеседі, қалып қойған қалдық бізде 1-ге тең. Енді есеп аяқталды. Ары қарай азайту. Ортақ бөлім 6. Енді алымдарын азайта берсек болады. Нәтиже 6-дан 4. Толыққанды жауап емес, өйткені қысқарады. Екеуі де жұпсан болғандықтан 1-ден 2-ге қысқартайық. 4-ті 2-ге бөлдім 2, 6-ны 2-ге бөлдім 3. Енді есеп аяқталды. Келесі ортақ бөлім 21. Алымдарын азайтамыз. Нәтиже 21-ден 11. Бұл жауап ретінде қабылданады. Есеп аяқталды. Келесі ортақ бөлім 24. Алымдарын азайтамыз. Нәтиже 24-тен 12 болды. Әлі бұл жауап ретінде саналмайды, өйткені 24 12-ге бөлінеді, қысқартуымыз керек. 12-ні 12-ге бөлдім 1, 24-ті 12-ге бөлдім 2. Есеп аяқталды. Келесі жағдайы қарастырайық. Бұл жағдай бөлімдері әртүрлі болған жай бөлшектерді қосу және азайту. Бірінші кезекте екі бөлшектің бөлімі үшін міндетті түрде ортақ бөлім таңдауымыз керек. Жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіруді алдыңғы видеоларда толық қарастырғанбыз. Bir естеріңізге түсіріп алыңыздар. Жоғарыдағы сілтемемен немесе видео описаниясынан сол видеоны тапсаңыздар болады. Ал енді қосудан бастайық. Бірінші мысалда жай бөлшектердің бөлімдері 6 мен 3 екен. Бұл жерде үлкені кішісіне бөлінеді деген жағдай болып тұр. Демек, бірден біз ортақ бөлімді 6 деп таңдаймыз. 6-ны 6-ға бөлеміз, толықтауыш көбейткіш 1, 6-ны 3-ке бөлеміз, толықтауыш көбейткіш 2. Ал енді ортақ бөлім жазылды. Бөлшектердің алымын алдымен толықтауыш көбейткіштеріне көбейтіп, одан кейін барып қосамыз. Сонымен нәтиже бізде 6-дан 3 қысқарады. Міндетті түрде 3-ке қысқартамыз. Болады 2-ден 1. Жауап дайын. Келесі ортақ бөлім ретінде не таңдаймыз? Бұл жерде қараңыз, 3 саны жай сан екен. Демек 3 пен 4-тің көбейтіндісі ортақ бөлім болады. Ал енді 4-тің толықтауыш көбейткіші 3, 3-ті 4-ке көбейтсем 12 болады. Алымдарын алдымен толықтауыш көбейткіштеріне көбейтіп алып, одан кейін барып қосамыз. Сонымен нәтиже бұл жерде 12-ден 11 екен, жауап ретінде қабылданады. Келесі, бұл жерде бөлшектің бөлімдеріне қараңыз, 16 мен 24 екеуі де құрама сан. Демек, үлкенінің еселігін іздеп бастаймын. 24-тің екінші еселігі 48, 16-ға бөлінеді екен. Демек, 1-ден 48-ді таңдап, толықтауыш көбейткіштерін жазайық. Ал алымына сол толықтауыш көбейткіштерді 1-ден көбейтіп қосып аламыз. Сонымен, нәтиже 48-ден 11. Бұл да қысқармайтын бөлшек, жауап ретінде қабылданады. Ары қарай азайтуды бастайық. Бөлшектің бөлімдерін қараңыз. Үлкені кішісіне бөлінеді. Демек, 1-ден үлкен бөлімді ортақ бөлім ретінде аламыз. Толықтауыш көбейткіш 10-ды 10-ға бөлдік 1, 10-ды 5-ке бөлдік 2. Алымдарын толықтауыш көбейткіштеріне көбейтіп, әрі бір-бірінен азайтып жазып алдық. Нәтиже 10-нан 3 жауап ретінде қабылданады. Есеп бітті. Келесі, бұл жерде 7 деген сан жай сан. Демек, 9 бен 7-нің көбейтіндісі бізде ортақ бөлім болады.
63-ті 9-ға бөлсек 7, 63-ті 7-ге бөлсек 9. Ал енді алымдарын көбейтейік. Толықтауыш көбейткішке 18 пен 7 бірден азайтып алсақ, нәтиже 63-тен 11. Есеп аяқталды. Ары қарай 21 және 6 үшін ортақ бөлім не болады? Екеуі де құрамасан, демек 21-ді еселейміз. Екінші еселігі 42, демек сол 6-ға бөлінгендіктен бірден ортақ бөлім ретінде таңдаймыз да, әрқайсының толықтауыш көбейткішін жазамыз. Сонымен алымдарын толықтауыш көбейткіштеріне көбейтіп, әрі оларды азайтып жазып алдық. Нәтиже 42-ден 1. Есеп аяқталды. Сонымен құрметті білім алушылар, сіздерге жай бөлшектерді қосу азайтудың бөлімдері бірдей, бөлімдері әртүрлі болған жағдайлары мысалдармен бірге толық түсіндірілді. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Ортақ бөлім табуды мұқият үйреніп алыңыздар алдыңғы видеодан. Түсінікті болса, ұнаса сіздерге видео міндетті түрде лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.